Саламатсыздар ма бағбандар? Қазір өрік ағашы гүлдеп болды. Гүл жапырақшалары түсіп, енді түйіндей бастайды. Осы уақытта жеміс ағашын гүлдің жапырақшалары түсіп болғаннан кейін 5 күннен кейін, егер жер құрғақ болса, жауын жаумаған болса, жақсылап суарамыз. Ол барлық жеміс ағаштарына қатысты. Суарғанда кешкісін немесе таңертең суарған жөн. Егер гүлдегеннен кейін жеміс ағашы дұрыс суарылмаса, онда түйінді жақсы түймейді. Өйткені қорек жеміс ағашына су арқылы барады. Тамырда тіс жоқ. Сондықтан түбінде қорек бола тұрып, уақытында суарылмаған жеміс ағашының түйнегі түсіп қалуға бейім болады. Немесе түйіндеуі аз болады. Гүлдеп болғаннан кейін 5-10 күннің ішінде жақсылап су құйып суарған жөн.